Қазір елімізде үлкен саяси науқан жүріп жатыр. Жаңа конституцияны қабылдайын деп отырмыз 15 наурыз күні. Бұл конституция тәуелсіз еліміздің болашағын көрсететін үлкен алтын заңымыз. Бұны біз құрмет тұтуымыз керек. Біздің құрмет тұтуға тиісті рәміздің біреуі, бірегейі осы ата заңымыз. Ата заңда қазір көп өзгеріс болғандығын құрылған комиссия халыққа жеткілікті түрде айтып берді деп есептеймін мен. Енді түрлі көзқарастар отыр, ол да заңдылық шығар, бірақ негізінде конституцияны біз толық қабылдауымыз керек. Сондықтан да 15 наурыз күні жұртты осы конституцияға дауыс беруге мен шақырған болар едім. Бір кісідей қатысыңыздар. Бұл еліміздің болашаққа деген үлкен заңымыздың басы осы алтын заңымыздан, конституциямыздан басталатынын ұмытпаңыздар.